Тұрар Рысқұлов ауданы балалар мен жасөспірімдердің туризм және өлкетану орталығы эко-әлем үйірмесі. Тақырыбым адам денсаулығы мен қоршаған ортаның өзара байланысы. Сейілхан Таңырым Дәулетқызы. Адам мен қоршаған орта ажырамас тұтастық. Табиғат пен оның тазалығы адам өміріне тікелей әсер етеді. Ал зерттеудің мақсаты адам денсаулығы мен қоршаған ортаның өзара байланысын ғылыми тұрғыда анықтау. Ал зерттеудің міндеттеріне келетін болсақ, ол қоршаған орта мен адам денсаулығының өзара байланысын анықтау, ластанудың адам ағзасына қалай әсер ететінін анықтау. Ал адам табиғаттың бір бөлігі, оның барлық өмірі, әл-ауқаты барлығы табиғатқа тәуелді. Табиғатты таза ұстайтын болсақ, ол тек табиғатқа емес, өзіміздің денсаулығымызды қорғағанмен тең. Ал ауа, қоршаған ортаның құрамына ауа, су, топырақ, өсімдіктер мен жануарлар кіреді. Осының барлығы тіршіліктің негізгі көзі. Ауа адам күніне орта есеппен 15-20 мың литр рет жұтылады. Сондықтан адам сапасына ауаның әсері өте зор. Ал бізде ауаны ластайтындар, олар көміртек тотығы, күкірт диоксиді, азот оксидеттері, қатты бөлшектер мен өнеркәсіптік түтіндер жатады. Ал ауа лас ауаның адам бойына әсері, олар тыныс алу аурулары, жүрек қан тамырлар аурулары, аллергиялық аурулар және балалар мен қарттарға әсері өте зор. Ал енді менің ойымша, қалаларда жасыл аймақтарды көбейтіп, көлік санын азайтып, қала тұрғындарына экологиялық мәдениетті арттыруға өз ойымызды білдіруіміз қажет деп ойлаймын. Ал енді судың ластануы, су тіршіліктің негізгі көзі. Ғалымдардың зерттеуі бойынша, су адам ағзасының 70%-ын құрайды деседі. Ал суды бізде оның ластануы, су ас қорыту жүйесіне әсер етеді, бүйрек пен бауыр ауруларына, тері және аллергиялық ауруларға және онкологиялық ауруларды тудырады. Ал менің ойымша, суды тазарту үшін ең алдымен өндіріс қалдықтарын тазарту жүйесін арттыруымыз қажет. Ал келесі тұрмыстық және ауыл шаруашылығына биологиялық тазалық ұйымдастыруымыз қажет. Ал топырақтың ластануы, топырақ азық-түліктің, өсімдіктердің, жануарлардың негізгі тірегі. Ал топырақты құртып жатқан ауыл шаруашылығы шамадан тыс химиялық элементтерді қосып, біздің топырақты сапасын төмендетеді. Ауыл шаруашылығы жатады топырақты ластауға, өндіріс және тұрмыстық қалдықтар, мұнай және ауыр металдар, пластиктер жатады. Ал келесісі, қоршаған ортаны қорғау тек табиғатты сақтау ғана емес, өз өміріміздің сапасын арттыру. Ал мен өзім зерттеу жұмысын жүргізу барысында адам денсаулығы мен қоршаған ортаның өзара байланысты атты жүргізу байланыста тақырыбында барлығы 50 оқушы қатысты, 8 сұрақ берілді. Ең біріншісі, қоршаған ортаның жағдайы туралы не ойлайсыз? Көпшілік оқушылар 44% қоршаған ортаның қазіргі жағдайы нашар деп бағалаған. Бұл олардың экологиялық жағдайға бейімжай қарамайтындығын білдіреді. Ал екінші сұрақ, ауаның ластануын сезесіз бе? Мысалы, көлік түтіні, шаң, иіс және тағы басқа. Ал оқушылар басым бөлігі олар былай жауап берген. Ауаның ластануын күнделікті өмірде байқайды екен. Бұл экологиялық ахуалдың адам өміріне тікелей әсер ететінін дәлелдейді. Ал келесісі, үшінші, таза ауыз суды пайдаланасыз ба? Ол 40% оқушы кейде немесе лас суды пайдаланады. Бұл судың сапасы мен сүзгілігі жүйесіне көңіл бөлу қажеттілігін көрсетеді. Табиғатты қорғау шараларына, ағаш отырғызу, сенбілікке қатысу деген сияқты қатысу іс шараларына қатысасыз ба деген уақытта оқушылардың басым бөлігі қатысатындығын айтты. Бұл олардың табиғатты қорғауға деген белсенділігін білдіреді. Ал енді бізде 5-ші сұрақ, қоршаған ортаның ластануы адам денсаулығына әсер ете ме деп ойлайсыз ба? Зерттеу нәтижесі бойынша оқушылардың көбісі қоршаған ортаның ластануы мен денсаулығы арасындағы тікелей байланыс бар екенін түсіндірді. Ал 6-шы сұраққа келетін болсақ, соңғы жылдары өзіңізді немесе таныстарыңызды тыныс алу, аллергия, тері ауруларын байқадыңыз ба дегенге, бізде жартысынан көбі соңғы уақытта экологиялық факторларға байланысты денсаулық мәселелерін байқаған. Бұл қоршаған орта сапасының төмендеуін дәлелдейді. Ал 7-ші сұрақ,
Мектеп пен үй маңында қоқыс жиналу мәселесі бар ма? Соған бізде қоқыс пен тұрмыстық қалдықтар мәселелері әлі де өзекті. Бұл экологиялық мәдениет пен жауапкершілік деңгейінен төмендігін көрсетеді. Ал ең соңғы 8-ші сұраққа салауатты өмір салтын ұстанасыз ба? Мысалы, спорт, дұрыс тамақтану, зиянды әдеттермен араласпау деген сияқты. Ал оларға көптеген оқушылар денсаулығына мән береді екен. Бірақ 36% әлі де салауатты өмір салтын толық ұстанбайды екен. Ал қорытындылай келетін болсақ, жүргізілген нәтижелерді көрсеткендей, экологиялық мәдениетті жағдайлардың нашарлауы адам өміріне тыныс алу, жүрек, қан тамырлар ауруларын, аллергиялық аурулар алып келіп отыр. Бұл мәселелерді шешу үшін әрбір адам табиғатты қорғауға өз үлесін қосуы қажет. Ал енді ғылыми жоба бойынша ұсыныстарым мектептер мен қоғамға экологиялық ағарту іс-шараларын жиі өткізу, қалдықтарды сұрыптау мәдениетін енгізу керек. Ал жергілікті аймақтың экологиялық картасын жасау да керек деп ойлаймын. Ал енді назарларыңызға рахмет.